әлімжеттік күш көрсету, бұл енді түрлі болып бөлінеді. Кибербуллинг бар, интернет желісі арқылы жүргізіледі ханым, иә. Балаңыздан осы буллингтің болып жатқаны, жалпы буллинг екенін қайдан байқадыңыз, қайдан білдіңіз, қандай әсер етті, баладан не байқадыңыз, айтып өтсеңіз. Иә, менің ұлым 6 сыныпта оқиды. Бұрын қуанышты, ашық мінезді бала еді. Соңғы кездері қатты өзгерді. Үйге келсе мүлдем үндемейді, киімі мазақталған, түріне күліп, оқушылар, класстастары сенбісің деп айтқан балама көрінеді сондайды. Группадағы чаттардан шығарып жүрген менің баламды. Мама, мектепке барғым келмейді деп айтады. Азиза ханымнан бұрын басқа да оқушылардан жалпы мектепте бұл бірінші рет болып тұрған жағдай ма, әлде бірнеше рет болған жағдай ма? Айтып өтсеңіз, сіздер не байқадыңыздар, қандай жұмыстар жасадыңыздар? Бұл жағдайдан хабарымыз бар, әртүрлі шараларын жасап жатырмыз. Заң бағытында да ата-аналармен де сөйлесіп, психологпен де мамандармен бүкіл жұмыстар жасалып жатыр. Сіз қазір осы студияда айтып отырсыз, біз сіздің айтылмаған ата-аналар өте көп деп ойлаймын. Өйткені бірнеше оқушы осындай зомбылыққа ұшырап жатыр деп ойлаймын. Енді бұл ауыр қылмыс болмаса да, Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша жауапкершілікке тартылады. Егер ол ауыр жағдай болатын болса, оның ата-анасы да бұл жауапкершіліктен қаша алмайды, тартылады. Енді мектеп әкімшілігінде білім туралы заңында 45-ші баппен қорғалған мектеп басшылығы осы оқушылардың өмір қауіпсіздігіне толықтай жауап беру керек құзырында болады. Сондықтан сіз ең бірінші әрекетті көрген бойда сіз құзырлы органдарға хабарласуыңыз керек, міндетті түрде. Бұл баланың өмірі бейжай емес.